Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен екі қойынды бір оқпен ататын боламыз. Біз бүгін сіздермен ПП, яғни пайдалы құймақ жасап үйренетін боламыз, және сонымен қатар оның жасалу барысын ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Қазір мен ағылшын тілінде сөйлейтін боламын. Артынан пайдаланылған сөйлемдерді бірге отырып талқылаймыз. Онда бастайық. Let's get started. Here's our recipe for cooking healthy pancakes. We need 2 eggs, 70 grams of oatmeal, 200 milliliters of milk, 2 tablespoons of olive oil, and salt to taste. First, beat 2 eggs in a bowl. Add milk, salt, and oil. We mix it well. Now grind the oatmeal in a blender to make it finer. Add the crushed oatmeal to the egg and milk mixture. Mix well and leave for 10 minutes. Heat up the pan to medium heat. We use a large serving spoon. When the pan is hot, we pour in half a spoonful of the dough, evenly distributing it over the pan. As soon as the bottom is browned, we turn it over. Now it's ready. The dough we had makes about 6 to 8 pancakes, depending on the thickness of your pancakes. I hope you enjoy the recipe. Ал енді құймақты дайындау барысындағы қолданған сөйлемдерді талдайық. Here is our recipe for cooking healthy pancakes. Мінекей пайдалы құймақты жасауға арналған рецептіміз. Here, мінекей, our, біздің, recipe, рецепт, for, үшін арналған, cooking, пісіру, healthy, пайдалы, pancakes, құймақ. Келесі сөйлем, we need 2 eggs. Бізге керегі 2 жұмыртқа. We, біз, need, керек, 2, 2, eggs, жұмыртқа. 2 eggs, 2 жұмыртқа. 70 grams of oatmeal. 70, 70 grams, соны білеміз, грамм, of oatmeal. Oatmeal дегеніміз сұлы, орысша айтқанда овсянка. 200 milliliters of milk. 200, 200, milk, сүт. 2 tablespoons of olive oil. 2 ас қасық зәйтүн майы. 2 tablespoons, 2 ас қасық. Olive, зәйтүн, oil, май. Salt to taste. Тұз, дәміне қарай. Salt, тұз, taste, дәм. First, beat 2 eggs in a bowl. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарамыз. First, алдымен немесе бірінші. Beat, to beat, жару. 2 eggs, 2 жұмыртқа. In, дегеніміз ішінде. In a bowl, ыдыстың ішінде, яғни ыдыстың ішіне. Add milk, salt and oil. Сүт, тұз және май қосамыз. To add, қосу, milk, сүт, salt, тұз, oil, май. We mix it well. Жақсылап араластырамыз. We, біз, to mix, араластыру, well, жақсылап. To mix it well, жақсылап араластырамыз. Now grind the oatmeal in a blender. Енді сұлыны блендерге салып ұсатамыз. Now, енді, қазір, to grind, ұсату.
oatmeal, сұлы, in a blender, blenderде. Add the crushed oatmeal to the egg and milk mixture. Ұсатылған сұлыны жұмыртқа мен сүт қоспасына қосамыз. To add, қосу, the crushed oatmeal, ұсатылған сұлы. To the egg and milk mixture. Mixture дегеніміз қоспа. To the egg and milk дегеніміз, яғни жұмыртқа мен сүттің араласқан қоспасына деген сөз. Mix well and leave for 10 minutes. Жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Mix well, mix араластыру, well жақсы, and және leave қалдыру немесе қойып қою for 10 minutes. 10 minutes минут. Heat up the pan to medium heat. Табаны орташа температураға дейін қыздырамыз. Heat up қыздыру, the pan таба, to medium heat орташа температураға дейін. We use a large serving spoon. Біз ол үшін ожауды пайдаланамыз. We use. Біз пайдаланамыз a large serving spoon. Ожау. When the pan is hot. Таба ысыған кезде. The pan. Таба hot ыстық. We pour in half a spoonful of the dough, evenly distributing it over the pan. Біз жартылай толған ожаудағы қоспаны табаға біркелкі етіп құямыз. We pour. Біз құямыз. In half a spoonful. Ожаудың жартысы. Dough біздің сөйлемімізде қоспа деп аударылады, ал басқа сөйлемдерде қамыр деп аударылады. Evenly, біркелкі, distributing, құю, over the pan, табаның ішіне. As soon as the bottom is browned, we turn it over. Асты қызара бастағанда аударамыз. As soon as, бастаған кезде, the bottom, асты, is browned. Біз қазақша қызара бастаған кезде деп айтамыз, ал brown дегеніміз қоңыр, олар қоңырқай тартқан кезде деп айтады. Ал біз қызара бастаған кезде деп айтамыз. To turn it over. Аудару. This dough makes about 6 to 8 pancakes, depending on the thickness of your pancakes. Бұл қоспадан құймақтарыңыздың қалыңдығына қарай 6-8 құймақ шығады. This, бұл, dough, қоспа, makes, шығарады, about, шамамен, 6 to 8, 6-8, pancakes, құймақ, depending, байланысты, on the thickness, қалыңдығына қарай, of your pancakes, сіздің құймақтарыңыздың. I hope you enjoyed the recipe. Рецепт сізге ұнады деген үміттемін. I hope, мен үміттенемін. You enjoy, сізге ұнады. The recipe, рецепт. Осымен видеомыз аяқталды. Алдағы уақытта арнадан қандай видео түрлерін көргіңіз келетіндерін астына комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. See you in the next video. Bye.